Қайырлы күн, құрметті бауырлар. Біз бүгін сіздердің алдарыңызға биылғы ұлы жыл, ұлы Абай жылына қарсаңында әзірлеген осы тақырыптағы ұлтымыздың руханиятындағы үлкен бай мұрамызды дәріптеуге арналған бір сұхбат, тікелей эфирді назарларыңызға ұсынбақшымыз. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы ұлы даланың ұлы есімдері деген арнайы жоба бар. Өздерімізге белгілі, елімізде мынау рухани жаңғыру үдерісінің шеңберінде елімізде қарқын алып отырған жоба бұл. Ұлы даланың ұлы есімдері деген сол жобаның аясында мынау Абайға апаратын жолдар Қайым Мұхамедханов деген тақырыпта сұхбат ұсынбақшымыз. Сұхбатымыздың қонағы ретінде Қайым Мұхамедхановтың ұрпақтарынан, ол кісінің рухани мұрагері деп айта аламыз, рухани мұрагері, ғылым жағынан да, шығармашылық жағынан да, кейіпкеріміздің қайраткерлігі жағынан да, қай жағынан болмасын көп белгілі, өте бай, өте құнарлы, кейбіреулері осы уақытқа шейін әлі мына ашық алаңға, айналымға шықпай жүрген ақпараттардың құнар көзі болып отырған тұлғаларды, ірі тұлғаларды, ғалымдарды іздедік. Солардың ішінде тікелей рухани ұрпағы, бұл сөзді мен сіздерге шын айтып отырмын, құрметті бауырлар, мынау Тұрсын, менің жанымда отырған Жұртбай ағамызға қолқа салдық. Сондықтан Тұрсын Жұртбай мырза, сізге ниетімізге қабыл алғаныңызға сізге үлкен рахмет айтамыз. Мынау сұхбатымызға қош келіпсіз дейміз. Сізбен біздің бүгін жүгіміз ауыр болса болмаса да, себебі біз бұған дейін Абай тану деген үлкен ғылым саласы бар. Бүкіл әлемде биыл Абайдың 175 жылдығына, кешіріңіздер, 175 жылдығына арнап ЮНЕСКО-ның шеңберінде, Түрксойдың шеңберінде, бүкіл елімізде ғана емес әлемде дүбірлі той болып жатыр. Сол тойлардың ішінде, Абай тану ғылымының ішінде біз Абайды танып жатырмыз. Ал енді бізге Абайды қалай танып жатырмыз деген сұрақтарға келгенде, әрине Абайдың өзінің Абай тану саласын, осы жолды бізге салып берген, осы Абайды алғашқы рет айналымға келтірген ұлы Мұхтар Әуезовтен кейінгі тұлғалар бар. Олар кімдер деген сұрақта біз бүгін өзіңіздің арқаңызда Тұрсын ағасы сұрағымызға жауап алғымыз келеді. Сондықтан қош келіпсіз. Біздің бүгінгі қонағымыз соныменен ғалым, жазушы, Абай танушы, Әуезов танушы, енді қосып та қояйын, мынау Қайым Мұхамедхановтың тікелей жоғарыда айтқанымдай рухани ұрпағы Тұрсын Жұртбай ағамыз. Сөзді өзіңізден бастайық. Рахмет. Әр заманда, сол замандағы қайшыласқан тағдырлы тіршіліктерге байланысты күрескен бір ұлы тұлғалар болады. Олар әр ұлтта бар. Сондай таза ойдың иесі орыс ойшылдарында Шағатайдың тұқымы Чадаев болса, мен өзім көргендегі қазақ зиялылар қауымындағы 20 ғасырдағы өмір сүрген сондай талмалы тұстарда тағдырдың жүзінде адалдығымен көзге түсіп, өжеттігімен ойын көрсеткен адам ол Қайым Мұхамедхан ұлы. Қайым Абай тану ілімін Әлихан Бөкейхановтан Ахмет Байтұрсынов бір жақ тулатып, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Ыдырыс Мұстамбаевтан кейінгі жалғастырушы және Әуезовтен басқа жоғарыдағы аталған ұлы тұлғалардың есімдері айтылмаған күннің өзінде сол төрт марғасқаның ұстанған жолын, идеясын,
көзқарасын, талдауын, рухын ішінде сақтап, қорытып, жеткізіп, солардың көзіндей болған тұлға. Бұл реттен алғанда, Қайым біздің 20 ғасырдың орта тұсындағы рухани қормалымыз. Және Қайымның өмір сүруі арқылы біз Әуезовтен кейінгі Алаш идеясын жалғастырушы тұлға деп есептейміз. Барлық ұлт азаттық, рухани тәуелсіздік жолындағы күрестен ол кісі көзін ашқаннан бері бір тайған емес. Оған бесікте тербетілгеннен бастап өмірден өткенше осы Алаш зиялыларын өзінің рухани ұстазы, тірегі, ғылыми негізі және ертеңгі күнгі апаратын мұрат жолдары ретінде қарады. Абайға Қайым Мұхамедхановтың көзқарасы, ол Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Ыдырыс Мұстамбаевтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мұхтар Әуезовтің көзқарасы. Сәбит Мұқановтың Қайым Мұхамедханов арқылы Алаш идеясын өткізбек болды деп айтып жүргені дұрыс. Ол өзінің жеткізе алмаған осы Қайым Мұхамедхановқа аманаттады. Соның ішінде Қайым өзінің өмір сүру арқылы, жастық кездегі мінездері арқылы, бойына біткен қайрат қуат пен күнделікті тіршіліктері арқылы, дәрістері арқылы осы идеяны үнемі жас ұрпаққа егумен болды. Ғали Акбар Төребаев екеуінің Семейдегі педучилищеде, педагогикалық институттағы лекцияларын тыңдаған менің ұстазым Жәңгір Исайынова сол Алаш идеясын 5-9 класста менің бойыма сіңірді. Демек, олардың қандай қысымды көрсе де, осы бір ұлттық идея оның мәңгілік ұлы аңсары болды. Қазақстанның алғашқы гимнін жазған кездегі ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деген сөзді де осы бір аңсармен жазды. Кейін өзінің 90 жылдардағы редакциялау тұсында осы ер қазақ деген сөзді қайтарды, бірақ ол ресми түрде қайтадан гимн ретінде бекімеді. Қайымның өз тұлғасы несімен құнды? Ең бірінші, талай ұлы тұлғаларды көрдік қой. Іштей араластық. Психологиялық қиын тайталас сәттердегі олардың өзін қалай соғанын көрдік. Сондай қиын сәттерде ар ұжданына нұқсан келтірмеген, ар ұжданды бәрінен жоғары бағалаған адам болды. Ол өзінің бүкіл көзқарасын, өмірлік мақсатын ар ұждан тазалығы деді. Қиын сәттердің өзінде де арым үшін жаным пида деген сөзді айттым дейді. Екінші, ол кісі сол ар тазалық жолында асқан қайсарлықпен өмір сүрді. Мақсат жолында да қайсарлықпен өзін өзі қажап, өзіне сілкіндіріп, өлсем Алаш жолында өлейін деп, ішімнен күбірлеп отырдым деп тұрып, қуат шақырдым деп айтатын. Қайсарлығы. Мысалы, бірақ ауыз сөз Әуезовті маған Алаш тақырыбын берді, Абай арқылы көтерді деген бір ауыз сөзді ғана иә деп қол қойып берсең болды. Кандидаттығыңды да қайтарып береміз, түрмеңді де, үй ішіңді, қызметіңді бәрі орнына келеді деп сөз алған полковникке бас шайқадым дейді. Содан әуелі ыстық камераға салды. Жердің асты ыстық труба жүріп тұрады.
табаныңды баса алмайсың. Сонда адамның табаны шыдамайды. Мен бұлай көлденең тұрған трубаға екі қолыммен ұстап жабысып алдым. Екі алақаным күйіп қалды. Есімнен танып түсіппін. Сонда да алашым қолдай көр, алашым қолдай көр деп отырдым дейді. Қайсарлық. Суық камерада жатқан кезде және қапқа салып қойып резина шоқпармен ұрғанда есімді бірақ білдім дейді. Осының барлығы не? Ол рух қайсарлығы. Сондай, рахмет аға. Бізге осы тұлғасымен де ол үлгі қымбат. Иә. Сонда осы жанкешті тірліктердің арқасында жүріп, мынау елдің ұлттық намысты, өзінің бойындағы ұлттық рухтың барлығын өзімен бірге ала жүріп, сондай қиындық жаңағы сіз айтқан жерлерден аман есен еліне келгеннен кейінгі өзінің шығармашылығын әрі қарай жалғастырғаны, бұл енді айтып жеткізетін ерлік деп айтуға болады. Сол кісінің шығармашылықтары, мынау ғылыми шығармашылығы, еңбектері, атқарылып атқан абайтану менен абайтанудағы ғой енді, иә, сол кездегі өзінің еңбектеріне тоқталайықшы. Мысалы біз айтамыз, ол кісі абайтану ғылымының негізін қалаушы. Ең алғашқы жарық көрген еңбегі осы абайтануды кіріспесін бастағандағы бұл кісінің еңбегіне тоқталсақ. Қайым Мұхаметқанов абай танудағы Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Аймауытовтың, Рысым Мұстамбаевтың, Мұхтар Әуезовтің жалғастырушысы. Және соны негізгі бағыт ретінде қатаң ұстанушы. Осыдан ол қайтқан жоқ. Оған себепкер Мұхтар Әуезовтің ақындық айналасы, Абайдың ақындық шәкірттері. Содан кейін 51-54 жылдар Абайдың өлеңдері редакцияланып шыққаннан кейін соны қалпына келтіру тапсырылған. Абай өлеңдеріндегі текстологияны қалпына келтіру мәселесі. Мысалы, әр жылдары өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деген сөздегі қайрат деген сөзді 33 жылдар алып тастаған. Оның орнына еңбек деген қосқан. Өйткені қайрат Абай поэзиясының суық ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек, осы үш негіз. Ал қайрат деген ол рухани бастадық бір жаратушының күшін айтады. Оның редакциясын Әуезовте, Ілияс Жансүгіровте, Мұхтар Әуезовте медресе бітірген адамдар. Ал оның редакторлары да оғанға дейінгі Ілияс Қабыловтың, тағы басқалардың айыптаулары осы қайратты айтып отыр деп сынағаннан еңбектеп өзгерткен. Міне осындай мәселелерді Қайым өзінің екінші рет қорғалған кандидаттық диссертациясында қалпына келтірді. Міне таяуда Абайдың академиялық басылымының екінші нұсқасы үлгісі жарық көрді. Әдебиет институты көп еңбек сіңірді. Бұл көп томдығы ғой, Қайым ағам. Қазір 3 томдығы шықты. Оған мен де өз әрімше қатыстым. Алайда осы бір жаңа деңгейге көтерілді. Енді ар жағындағы абайтанудың басты міндеті сол өлеңдердегі текстологиялық, ұғымдық, поэзиялық мағыналарды ашып, теориялық тұрғыдан дәлелдеу. Бұл үлкен мәселе. Өйткені көпсінбейік, Абай туралы әркім пікір айтып жатыр. Бірақ әркім өзінше пайымдағаннан кейін Абайдың өзінің түп қазық идеясынан адасып кетеді. Өйткені дүние тану дегеніміздің өзінде бір реттілік бар. Философияда жүйе құрылым бар. Мұсылмандық
танымның поэтикалары бар. Онсыз жеке бөліп алсаң, әр сөзді әркім өзінше талқылап ендалаға кетіп қалады. Мысалы, харакет деген сөз еңбек. Еңбек етсең, ерінбей, тояда қарның тіленбей. Иә, еңбек. Оның бір баяндау мазмұны ғана. Ол философиядағы харакет емес. Міне, осындай жайларды тереңдеп түсіну керек. Біз Абайды ұғынғанда, оның көзқарасындағы бір мәселені ұмытып кетеміз. Жадидтік көзқарасты, пан-исламистік, пан-түркістік көзқарасты әбден жеріне жетіп түтесін шығардық. Қазір ол келмейді. Тек татар ғылымдары ғана бұнымен тереңдеп айналысып, жолға түсіп алды. Қазақстанда бұл мәселе ашылған жоқ. Оны түсінбей, ол солар қалыптастырған 9 ғасырдағы Мағри, Ибн Сина, Әл-Фараби, Ғазали, Дауани, Жәлелиддин Ауғани, Мұхаммед Ғабдуку, өзінің тікелей ұстазы Шахабуддин Маржани, Насрилар қалыптастырған жадидтік бағытты түсінбей, біз Абайды толық түсінбейміз. Жадидтік бағытта киім кию, жазу үлгісінің өзгеруі дейді. Ол бір оқу саласындағы, мағрифат саласындағы. Ал оның түпкі өмір сүру, жаратылыс туралы заңдылықтар мен көзқарастары бізде талқыланған жоқ. Софаларды, Құнанбай жатқа білген софаларды біз әлі талдағанымыз жоқ. Сондықтан да осы мәселеде тереңдеп зерттеліп, бір жүйеге түсу керек деп ойлаймын. Қандай тамаша. Рахмет. Бізді көріп отырған енді өзіңіз жүрген ғылыми ортада жас әріптестеріңіз бар. Міне, айтайын деген. Міне, бізді осылай ойлауға бастап, негіз қалап түсіндіріп кеткен ол Қайым Мұхаммед. Мінекей. Оның ғылымдық үлкен орны осы. Өткен Абаймен бүгінгі Абай және келешек Абайдың жолы осы Қайымның ұстанған бағыты арқылы толық ашылады. Өйткені Қайым күні оқуды да бітірген адам. Медресенің бастапқы кластарын үйде бітірген адам. Чағатай тілін де білген. Ғылымдарды, жаңа жадидтік жолдарды. Еуропа білімін өте жақсы меңгерген. Әсіресе әдебиет теориясын Қайым өте терең білетін. Жай абайтанушы емес, текст ол емес, теориямен салсын. Үшінші, бүгінгі қазақ әдебиетінің тарихын терең білетін. Қайымның Абай танудан, текстологиясынан басқа ұлы еңбектері бар. Мысалы, қазақтың жыраулар поэзиясын, 18-19 ғасырдағы ақындардың, Бұхар жыраудың, Дулаттың, Махамбеттің, тағы да басқа жазба ақындардың өлеңдерінің текстологиясы туралы мақалалары осы күнге дейін әдебиет тану ғылымында қайтадан талқыланып ойға алынған жоқ. Біз оның Абай тану саласында қырын ғана айта береміз. Оның өзінде Қайымның ұстанған теориялық, текстологиялық салыстырмалы өлеңді көркем талдау мен текстің ішіндегі мәтіндерді талдау философиясын ашу жолындағы ойларын біз тереңдеп талдағанымыз жоқ. Мысалы, дүние біткен бәрі де ретімен дейді. Бас мойын жаратылған ретімен. Дүние солай жаратылған дейді. Қайым осыны талдайды. Міне осыны талдаған бетте ғана Абайдың біз білетін танымдық діни дейміз бе, дүние көзқарасы ашылады. Және Абай оны тек қана мұсылмандық поэтика, дүние тану жолымен ғана емес, оны Спенсермен, Дреппермен, Миллмен салыстырған. Мен солардың кітаптарын алып қарағанда қай ойды, қай ойшыл арқылы салыстырды. Мысалы, адамның мені бар дейді. Менде Спенсердің кітабы тұр. Адамның бойындағы мен деген. Сонда Абайдың пікірлері жаңағы адамның бойындағы мен мен менікінің айырмашылығы не? Анада философиялық тұрғыдан талданған. Абай соны мені мен менікінің мағынасы екі деп ашып көрсетті. Сондықтан да
бұл мәселеге Қайымның тереңдеп рөлі. түсіну үшін Абайдың ұстанған принциптермен және Ол қалай Қайымның қайым? көзқарасымен талдауы арқылы Абайды байланыстырып ашсақ, сонда Әуезовтің бірде былай айтып, бірақ қалай да атап өткен жайларына тоқталсақ, сонда біз Абайдың әлемі толық ашылады. Қайымның Абай танудағы ұлы байланыстық орны осында. Бұл түп қазығы. Егер Қайымсыз бұл мәселені өз бетімізше пайымдаймыз десек, таза теорияға саламыз десек, онда Абай ашылмайды. Біз осыны түсінуіміз керек. Қайымның текстологиялық ілімдегі ұлы орны осы. Тамаша. Ағасы, мынау жаңағы Абай менен Қайымның мұрасын біріктіре отырып, келістіре отырып, қатар отырып, зерттеу. Оның ішінде Қайым Мұхамедхановтың өзінің осы саладағы үлкен рөлін, еңбегін көрсету біздің мақсатымыз. Қоғаммен де оны таныстыру, ғылыми жүзде де Қайым Мұхамедхановтың шығармашылық мұрасын зерттеу деген бір үлкен өзі жатқан ғылым саласы сияқты болып көрініп отыр да. Соған байланысты өзіңіз айтыңызшы, бұл Қайым тану деген ғылымның саласы дамуы мүмкін бе, әлде қай жағынан қалай келейік Қайым тануға? Қандай ізденістер болуы мүмкін? Енді келешегін айтқанда бір-екі сөзбен ойыңыз. Қайымның текстологиялық мұраттары мен талдауларын, салыстыруларын, Абай танудағы қазақтың жыраулар әдебиетіндегі текстологиясы туралы ғылым орнықпай, қазақ әдебиетін тануындағы мәтін тану, текстология мәселесі ілгері баспайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл мәселелер толығынан қамтылады. Өйткені Абайдың өлеңдерінің қазір 8-9 қолжазбалық нұсқалары бар. Солар осы Қайым ұстанған принциптер арқылы талданып, біздің рухани бізді кеңейтеді, Абай тануға кең жол ашылады. Қараңыз, сонда Тұрсеке былай ғой айтайын деп отырғаным. Мынау курстық жұмыстар, ізденістер Қайым тануға байланысты, ғылыми диссертациялық ізденістер, сондайлардың болуы мүмкін бе екен енді? Қысқаша қайыратын болсақ. Бұл мүмкін емес. Мүмкін емес. Бұл қажет. Егер Абай тануды біз пән ретінде мектептен бастап оқимыз десек, онда соны зерттеген әр ғалымның ұстанған принциптері болу керек. Бір ғалымдар өмірбаяндық тұрғыдан, бір ғалымдар текстологиялық тұрғыдан, бір ғалымдар адамды тану тұрғысынан, бір ғалымдар жауанмәрттік тұрғысынан келіп жатыр. Ал қазір толық адамды ашу деген бір үлкен түбірлі мәселе тұр. Ал толық адам дегеніміз не? Не? Соның өзінің құрылымын біліп алмай, біз толық адам, сауатты адам, толық адам, оқыған адам, толық адам, арлы адам, толық адам, еңбекшіл адам деп әртүрлі қасиеттерді бойға алып айта беруіміз мүмкін. Қазіргі ұрпақтардың, ол не елдің айтылып жүрген шаруалар деп, қазіргі ұрпақтардың кейбіреулердің қарсы шығып жатқанда сол. Біз түсіндіре алмаймыз. Ол пән дәрежесінде нақты ұғымы болу керек. Жақсы. Ол бар. Аға, бұл енді үлкен әңгіме, өкінішке орай уақыттарымыз шектеулі. Сондықтан біз мінекей шығармашылығын, қайраткерлігін өте жақсы айтып кеттіңіз. Мынау адами жылылық тұрғысынан бір-екі сөзбен ол кісінің адами қасиеттерінің қайсысын атап өтер едіңіз? Мені таң қалдыратыны, өмірі жанына да, тәніне де қылаудай тат түсірмеген болады өзектік. Екінші, сол адалдықта сақтап қалу жолында қандай да болса азап тозақтан, Қайымның көрген қиямет қайымынан
аман шығу. Үшінші, мен ол кісіні Алматыға шақыртқан қазақтардың ішінде үн қосып едім. Кейін Алматыдан шығарып салдым. Семейге барғанда жағдайлармен таныстым. 10 томдығын жиып бастыруға себепкер болдым. Қайтыс болардан бір айдай бұрын барып, сол кездегі мәдениет министрінің орынбасары Әлібек Асқаровты ертіп барып, 10 томдығына келістіріп шықтым. Оңаша әңгімелестік. Тәуір енді жүре алмаймын деді, бірақ маған қатты бойымды шымырлатып әсер еткені қайсарлығы. Келсін Ажал, мен дайынмын. Арым таза. Басымды ел сияқты бүркеніп жатпаймын. Арым таза деді. Осы тазалықты сақтау үшін де бір адамның ғұмыры жеткілікті. Ал ол кісінің қоғамдағы өзі араласқан Әуезов, Мұқанов, Мүсірепов, Мұстафин сияқты ұлы тұлғалардың ішінде Қайым туралы бір жазық сөз жоқ. Ал ол кісінің басты қасиеті. Сол бірін-бірі көрсетсе де айдалып кетіп, атылып кетіп жатқандардың ішінде көрсетпей қасарысып, мойындамай қойған. Және емес деп тұрып алған. Содан қайтпаған адам Қайым. Ал ол 37 жылдан бастап 55 жылға дейінгі сүргінде шығу. Апрель айында кандидаттық диссертациясын қорғады. Сентябрь айында, тамыз айында алып тастап, октябрьде түрмеге кетті. Сонда бірақ ауыз сөздігін үшін қайтпады. Ал мұндай ар жолында өзін арнаған адам қазақ қоғамына кеше де керек болған, бүгін де керек, ертең де керек. Арын жастан сақтаған деген менің ол кез туралы берген бағам бар. Арында. Ал бұл кез келген адам үшін, кез келген ұрпақ үшін қай сәтте де бағалы, құнды. Қымбат. Рахмет аға. Енді біз мынау кейіпкеріміздің Қайым Мұхамедхановтың мұрасын айтып отырғаннан үлкен жақсы сүйкімді ақпараттардың біразын куә болдық, тыңдадық деп ойлаймыз. Әрине бұныменен біздің әңгімеміз де, Қайымға деген зерттеуіміз де, жақындауымыз да зерттеуге жақындау керек қой. Сонымыз да осыменен аяқталады, тәмам болды демейміз. Бірақ та бүгінгі өскелең ұрпаққа үлгі болатындай Қайым Мұхамедхановтың қалған ізі қайда екен деген сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші, екінші, үшінші деп көзімізге көріп тұрған нысандарды атап өтуімізге болады. Ол кісінің жаңағы ғылыми саласын Тұрсекең өте жақсы қылып айтып кетті. Адами қасиеттерін, ұлттық мынау рухын, жасампаздық рухын бұнымен өзіміз де тыңдап отырып, қайран қалып отырмыз. Сондай қиындықтан келіп, жасампаздық рухты жоғалтпағандығын. Бұл әрине жастар үшін үлкен үлгі. Онда айтайын дегеніміз, жалпы қайраткерлігіне келетін болсақ, Абай Құнанбаевтың ескерткіштері алғаш рет Алматыда орнатылды, алғаш рет Семейде орнатылды. Соның үкіметке ашық хат жолдап, сол жаңағы Абайдың алғашқы ескерткіштерін 1949 жылғы хат жазған осы Қайым Мұхамеджанов. 1939 жылы қаулы шықты, 1940 жылы Абайдың қайтыс болғанына, туғанына 100 жыл қайтыс болғанына орай 1940 жылы қазан айының ортасында Семейдегі Абай музейі ашылды. 40 жыл ашылды. Абай музейінің ашылғанда Мұхтар Әуезов келіп өзі ашқан, Әрқам Ысқақов музейдің директоры Қайым Мұхамедханов ғылыми қызметкер болған. Сол жолы көп өкіметке ұсыныстар дайындалған. Сол дайындалған ұсыныстың бірінші шарасы ретінде 1940 жылы қазанның ортасында қазіргі Жидебайдағы Абайдың зиратына басына Семейде тас қашатып жаздырып,
Абай 1945 жылы 10 тамыз күні туған, 1904 жылы үйінде қайтыс болған деген сөз жаздырып, үшеуі апарып қойған. Міне содан бастап бүгінгі Жидебайдағы Абайдың үлкен кесенесіне айналып отыр. Сол тас бұрын тұрушы еді, кейінгі тұрғанда алынып тасталып, менің ойымша қалпына келтіру керек болды. Иә, енді қараңыз, өзіңіз жаңағы сөзіңізге орай Мұхтар Әуезов ашты дегеніңіз. Өзіңіздің қайыммен танысқаныңызда да Мұхтар Әуезов болған екен деген бір әңгіме болып қалды ғой. Сол жерін айтыңызшы. Алғашқы қайыммен қашан көрдіңіз, таныстыңыз? Бұрыннан жас кезімнен аты таныс белгілі көріп те жүрдік қой. Бірақ 1977 жылы Әуезовтің тойы кезінде Семейде Абай музейінде кезіктік. Сол музейде түске дейін әңгімелесіп, содан Семейді көрсетейін деп аралатып шықты. 38-39 жылдары мені Мұхтар Семейде 3 күн аралатып, әр үйді таныстырды. Мына үйде пәленбай тұрған, мына жерде бар деп, ертеңде зираттарды аралап, сонда Сәйіт Дөнентаевтың зиратын көрсетті. Мына жерде алаштар жерленген деп Керейбай бастатқан алашты, алаш аралын... Мұхтар Әуезов көрсетіп жүр сізге. Иә, деп көрсетті. Мені сол өзі жүрген жөнмен 3 күн қатарынан аралатып отырды. Иә. Таңертең кездесеміз, бүгін мына жерде дейді, содан кейін Абай тұрған айма ұтып, торай қырып, бөкей қанып, бір жақ дулатып, Қалел Ғаппасов, Мұхтар Әуезов тұрған үй бар қазіргі дейді. Мен соны алаш үй деп жәрлеу керек дедім, бірақ әлі күнге дейін ешқандай жоқ. Сол үйлерді көрсетті, одан жаңа Семейді көрсетті. Өзі не Әуезов не көрсетсе, соны маған 3 күн көрсетті. Мен жолдан қалып жүрдім. Ал соңғы күні кешкі үйіне алып барды. Бұл сол нешінші жыл дедіңіз жаңа? 1977. Жақсы, енді одан кейінгі... Бірақ нәрсе айтайын, елдің аңыз қылатын. Стол, дастархан, отырдық. Төрдегі креслоға барып отыра қалдым. Тұр деді, атып тұрдым. Бұл Әуезов отыратын орындық, одан басқа бір адам отырған жоқ. Отыр деді. Қарама-қарсы орындыққа отырдым. Біраздан кейін барып, тұр деді. Тұрдым. Отыр деді, отырмай қойдым. Жоқ, бүгіннен бастап Әуезовтің орындыққа сен отырасың деді. Мен кейінгі өзінің көзі тірісіндегі кезде де, қалған уақытта да ол орынға мен отыратын болдым. Бұл маған тұла бойымды шымырлатқан оқиға бар. Ақыры соның ақыры мен Әуезов музейіне Ләйлә апай, егер Әуезовтың аруағын сыйласаң, мұражайға директор болып кел деп өсиетпен сонда барып алып келді. Тамаша. Қайым ағаның маған бір ұлы аманаты болды. Құрмет, бірақ аманат. Жақсы. Құрметті бауырлар, осыменен біздің тікелей эфирдегі сұхбатымызда аяғына келіп қалдық. Біз өте үлкен жаңағы айтқанымдай ақпарат жинадық. Енді айтайын деп отырғанымыз мынау жаңа айтып отырған көзімізге көрініп тұрған қандай естелік бар Қайым Мұхамедхановта дейтін болсақ, біздің үлкен-үлкен қалаларымызда о кісінің атына, Қайым Мұхамедхановтың атына көшелердің беріліп жатқанын білеміз. Мынау еліміздің астанасы 2018 жылдан бері мына керемет монша кешенінің жанында үлкен көшеге аты берілген ескерткіштері бар. Кімде және де мынау біздің Қайым Мұхамедхановтың мынау бай мұрасын зерттеушілердің қазір қатары да көбейіп келе жатқандығын айта кеткіміз келеді. Енді бүгін соңғы айтайын деген сөзім, құрметті бауырлар, бүгін ұлы
тұлғаларымыздың ұрпақтарының естеліктеріне уақыт арнап отырмыз, арнайы хабар арнап отырмыз. Ал енді Қайым Мұхамедханов ағамыздың жоғарыда айтып кеткендей, рухани мұрагері біздің кейіпкеріміз Тұрсын ағамыз болатын болса, өздерінің туған балаларының өзінің саны да әжептәуір Қайым Мұхамедхановтың. Ол кісілердің ішінде осы хабарға дайындық барысында өзінің туған балалары Жәнібек аға қазір 75 жасқа келіп отыр, қазақ кинематографының ардагері. Ана Белгерден бастап түгел үлкен ұлы тұлғаларымызға документарлық фильм жасағанда дыбыс режиссері болған үлкен маман осы гуманитария саласында қызмет істейді. Ол кісімен біз қазір тікелей байланыстамыз. Дина Қайыпқызы Мұхамедхан, ол кісі әкесінің атындағы үлкен орталық ашып Алматыда қызмет істеп отыр. Ол кісіменен байланыстамыз. Қазір осы хабарға дайындық барысындағы біраз ақпараттарды Дина апайымыздан алып отырмыз. Айтайын дегеніміз, Қайым Мұхамедхан өзінің артында үлкен осындай адами да мұра қалдырған, өзінің ұрпақтарын қалдырған. Ол ұрпақтары әкесінің мынау алаш қайраткерлерінің, ұлттық үлкен тұлғаларының Қайым Мұхамедханов сияқты еңбегін насихаттауда үлкен еңбек істеп отырғандығын айта кеткіміз келеді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, сау саламатта болайық.